Тамыздың тамылжыған түнінде тойдан қайтып келе жатқан беттері болатын. Үйде емізулі сәбилері қалғандықтан той иелерінен рұқсат сұрап шыққан екеуі Райымбек даңғылын бойына шығып такси ұстамаққа ниет еткен. Түн ортасынан ауып кеткендіктен көлік көп ұшыраса қоймады. Бірді-екілі тоқтағандары бұлар айтқан бағытқа бармайтын болып шықты. Қарап тұрғанша жүре берейік, бұйырғаны тоқтар деп шешкен жас жұбайлар думаннан алған әсерлерін ортаға салып, шүйіркелесіп келе жатты. Ал қаракөк ашық аспаннан самсап тұрған жұлдыздар адам көңілін алысқа жетелеп, қиялына шабыт, сезіміне қытық дарытқандай. Той қызығынан өз қызықтарына ауысып, танысқан кездерін еске алып, күлісіп келе жатқан екеуі жол жағасында отырған 5-6 масаң жігітті көргенде дауыстарын саябырлата жылдам басып өте берді. Ішіп отыр ғой, әй жолдарың болғырлар-ай. Сайтан суы бойларына тарап, қарқылдап күліп, дарақыланып отырған топ екеуін көзбен шығарып салып қала берген. Қап соқтығып жүрмесе болар еді. Санасында сумаң ете қалған суық ойдан тітіркенген Ақжан жүрісін сәл жылдамдата түсті. «Ей, бергеше бері!» бұйыра сөйлеген дөрекі дауыстан екеуі де селт ете қалды. Ақжан қолтықтасып келе жатқан жары Гаухарға ақырын ғана «Аш бәледен қаш бәле» деген үн-түнсіз кете берейік деді. Ол тоқтамастан жүре берді. «Әй атаңнай, несі бар екен бізде?» «Ей, кереңсің бә не? Бергел деймін мен саған?» Зілділеу шыққан дауыстан қолтығына тығыла түскен келіншегі «Не істейміз?» деп жолдасына жаутаңдай қарады. «Ештеңе, жүре береміз, қорықпа». Қорықпа дегендей жарының қолына қысып қойған жігіт жүрісін тағы да жылдамдата түсті. Ұзап кетсек өздері де қояр. «Ей, неменеге өтірік кереңсіп бара жатсың біре? Бергел деймін». Қап мыналардың қорлығын-ай, не істесем екен? «Өй, мыналар бізді менсінбейді ғой. Жүгірші барып, алып келші бері». Араларынан біреудің өздеріне қарай тура жүгірген ет құлағымен естіп, жұлынымен сезіп келе жатқан Ақжан қап мыналарды-ай. «Гаухаржан, жаным, сен жүре бер. Мен тоқтамасам болмайтын болды. Не болса да қарайлаймай ұзай бер, кете бер. Машина тоқтаса отыр да кет. Өзім қуып жетем, жүре бер», деді де білегінен қаттырақ қыса түскен келіншегінің қолын сілкігендей қылып өзінен ажыратты да бұрыла берді. «Не істесем екен? Мені қойш, азар болса таяқ жермін. Гаухарға тиісіп жүрмесе болды. Қап әкең-ай, не істесем екен?» Бұлардың балағаттап, соған өздерінше мәз болып отырған топтың мазағы мен қорлығына өлердей намыстанған, әрі қорқыныштан қалшылдап кеткен Ақжанның басына не кіріп, не шықпады дейсіз. Көз алдында олармен өзінің быт-шыт болып төбелесіп жатқаны, бірде өзінің талып жатқаны, олардың келіншегіне тап бергені, бірде қан-қан болып оларды қуып бара жатқаны, бірде милицияның келіп қалғаны, бірде өзінің өліп қалып, бұны Гаухардың құшақтап жылап отырғаны, неше түрлі бәле елестеп кетті. Не істесем екен? Құдай-ай, қайттым енді. Жан далбасалап тұрған сәтінде оның есіне орталық мешітте естіген уағызы сап ете қалды. «Бауырлар, естеріңізде болсын, Алла тағаланың қалауынсыз, үкімінсіз ештеңе де болмайды. Тіпті бір жапырақта Алланың қалауынсыз жерге түспейді. Бұл жайлы аталарымыз Құдайсыз қурайда сынбайды деген. Ля иляха илlalлах сөзінің бір мағынасы осы». Шыңырауға құлап бара жатқандай шарасыз қалған Ақжан лақтырылған арқанның шап беріп ұстап алып, қайта өрлегендей күйде еді. «Ля иляха илlalлах Мұхаммаду Расулуллах, я жаратқан ием,
өзің бәрін көріп естіп тұр емессің бе? Я Алла, күнәларым болса кешіре көр. Уа Аллах тағала, мені мына қиын жағдайдан құтқара көр. Ол дұға тілегін шын жүрегімен, бар жүйке тамырымен айтты. О ғажап, осылай деуі мұң екен. Бойындағы дірілі сап тыйылып, миын сапырылыстырып жатқан сансыз ойлар да тынши қалды. Өрекпіген жүрегі тыныштық тауып, тұла бойына күш-қуат құйылып жатқандай. Я Алла, қалғанын өзіне тапсырдым, я Алла, енді не болса да көріп алдым. Қас-қағым сәтте ойы мен бойында орын алған өзгеріске, өзінің сондай бір барлығына даяр, байсал қалыпқа түскеніне таң қалған оны келесі іс тіпті таң тамаша қалдырды. Айғайлап жүгіріп келе жатқан жігіт бұған 4-5 қадам қалған кезде кілт тоқтады да, өзінің не үшін келе жатқанын еске түсіргендей, үнсіз төмен қарап тұрып қалды. Содан соң басын көтермеген қалпы Ақжанға жақындап келді де қолын ұсынды. Қалай жағдай? Жақсы. Саған ешкім тиіспеді ме? Жоқ. Не ғой, егер біреу тиісетін болса, маған айт. Мен осы районда ұстайтын Қайрат деген жігіт болам. Ұқтың ба? Ұқтым. Бірақ ешкім тиіскен жоқ. О Құдайдың құдіреті, мұндайда қызық болады екені. Артта қалған айтақтаушы топтанда ешбір дыбыс жоқ, жым-жырт. Ақжан сырттай сыр бермесе де, таңырқауында шек жоқ еді. Қайрат біраз үнсіз тұрды да, бұған қайта қолын созды. Давай онда, аман есен жетіп алыңдар. Рахмет, өзің де аман бол. Қуғыншы жігіт кілт бұрылды да, бірдеңені тындырғандай жолдастарына қарай маңғаздана жүріп кетті. Әлхамдулилля, мыңда бір шүкір, уа Раббым, сен болмасаң қайтер ем. Сенің мейірімің мен қамқорлығың болмаса мен кіммін? Рахмет, өзіңе қарыздармын, я жасаған ием. Құдіретті де мейірімді иесінің жәрдемінің тым жақын екенін жан тәнімен сезінген, көзі жасаураған Ақжан анандай жерде көзі бақырайып, дірілдеп қарап тұрған жұбайына қарай асыға бет алды. Құрметті достар, егер де осы видео сіздерге ұнаса, лайкпен қолдап, арнама жазылып, қолдап жүрсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Осы әңгімеге байланысты айтар пікірлеріңіз болса, бізбен бөлісіңіздер. Біз өте қуанышты боламыз сіздердің пікірлеріңізді оқуға. Барлықтарына бақыт пен сәттілік тілеймін. Және де достар, өздеріңіздің айтатын жақсы оқиғаларыңыз, өмірде болған әңгімелеріңіз болса, біздің редакциямызға әлде болса менің төменде жазылған WhatsApp номеріме жіберсеңіздер болады. Оны да баяндап жариялаймыз. Бізге өте қызық және біздің оқырмандарымызға өте қызық болады деген ойдамын. Келесі видеода кездескенше қош аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен, Темірбай Гүлжанат және менің арнам Білім ТВ арнасы. Сау болыңдар.